Сау саламат тұрдыңыздар ма, құрметті тыңдармандар? Бүгін өздеріңізге түнде ұйықтағанда терілеудің себебі және осыған қатысты кейбір факторлар үстінде тоқталамыз. Ұйықтағанда денеден тер шығару, әсіресе түнде қайта терілеу, яғни қара терге малшыну, бұл біршама көп кездесетін құбылыстар болуы мүмкін. Түнде терілеудің себептері де біршама көп. Үнемі кездесетін себептері физиологиялық факторлар: дене қуатының әлсіздігі, кальций жетіспеу, кезек әлсіздігі, құрғақ ыстықтың күшті болуы, ішкі әлсіздіктен қызу, қуат қан әлсіздігі, өсімдік нерв қызметінің бұзылуы, қалқанша без қызметінің қалыпсыздығы, қалқанша без қызметінің артуы және кейбір туберкулез аурулары қатарларымен қатысты болуы мүмкін. Егер ауру белгісі үздіксіз ауырласса, яғни тер шығуы үздіксіз ауырласатын болса және ұзақ уақыт жиі пайда болатын болса, онда дер кезінде нақты себебін айқындап доғдырға тексеріліп диагноз қойдырған дұрыс болады. Ұйқы ортасы, көрпе жастық және киім-кешек сияқты факторлармен де терілеу қатысты болады. Организмнің функциялық күйімен немесе кейбір аурулармен де қатысты болуы мүмкін. Үнемі кездесетін себептер жоғарыда айтқандай физиологиялық факторлар, дене қуатының әлсіздігі, кальцийдің жетіспеуі деген секілді көптеген қыруар мәселелер болуы мүмкін. Мұнда осы мәселелер жөнінде біршама жан-жақтылы кейбір мәселелерді айтайық. Мұнда біріншіден орта фактор келтіріп шығарған физиологиялық терілеу. Егер түнде ұйықтағанда бөлменің ішін температурасы өте жоғары болса, көрпе жастығыңыз қалың болса, үстіңізге киген киіміңіздің ауа өткізуі нашар болса, ұйқы киімдерінің әдетте бөлме температурасы 24 Цельсий градустан асқан кезде адам терлейді, тер шығуы мүмкін. Мұндай жағдайда терді біз әдетте қалыпты физиологиялық терге жатқызамыз. Әдетте денсаулыққа бұның кері ықпалы болмайды. Мұндайда терезені ашып лайықты ауа алмастыру, бөлме ішінің температурасын төмендету, сондай-ақ жаңағы жамылғылардың қалыңдығын астыға үстіге төсеніштердің, жамылғы көрпелердің және ауа өткізетін көрпе жастықтарды ауыстыру секілді тәсілдерді қолданып терлеуді жақсартуға болады. Орта факторынан туылған күндегі тер шығару әдетте бүкіл денелік тер болып бейнеленеді. Адам тұтас денесі терге малшырады. Терінің температурасы салыстырмалы түрде біршама жоғарырақ болады. Сондықтан жатын бөлмесінің температурасын лайықты теңшеп, бөлменің ауасын алмастыру, ауа өткізгіштігі біршама жақсы, мақталы төсеніш бұйымдарды, ұйқы киімдерін таңдап кию шектен тыс терілеуден сақтанудың тамаша жолдары деп қаралады. Екіншіден, қуат әлсіздіктен түнде терілеу мәселесі. Шипагерлік тұрғысынан алып айтқанда, қуат әлсіреу организмнің терді ұстап тұру функциясының әсер етіп, тер оңай сыртқа шығады, түнде терілеу құбылысы немесе өздігінен терілеу жарыққа шығады. Дене қуатының әлсіздігінен тер шығару кейде дәрменсіздік, бойкүйездік, шаршау, жүрек қызу сияқты бейнелерді қосымжарлатуы мүмкін. Қатысты мәліметтерге қарағанда, қуаттың әлсіреуі қан тамырдың кеңею қызметінің әлсіреуі, жүрек қызметінің толық болмау және организмдердің қуат қан қоректігінің жетіспеуі сияқты факторлармен қатысты болады деп қаралады. Сондықтан бір бөлім адамдардың түнде тер шығару құбылысы оңайту болады. Дене қуаты әлсірегенде немесе ұзақ уақыт шамадан тыс шаршағанда тер безінің қуаты бұзылып, түнде тер шығады. Сондай-ақ дәрменсіздену, тыныс тарылу сияқты ауыр белгілер қосымжарлауы мүмкін. Ұзақ уақыт шаршап шалдығудан қан қуаты шығындалады, қуат әлсіреп, дене сыртындағы дене сұйықтығын бекемдеуге амалсыз қалады. Түнде дене сыртындағы қорғаныс қуаты жетіспегендіктен, соның салдарынан дене сұйықтығы сыртқа шығады. Үшінші, кальцийдің жетіспеуі. Денеде кальций кемшіл болса, тер бездерінің секрециясын тітіркендіреді, түнде тер шығады. Төртінші мәселе кезек әлсіздіктен болған құрғақ ыстықтың асуы. Яғни құрғақ ыстықтан кезек әлсіздіктен болған ішкі ыстық деп қаралады. Дене қуаты әлсіз адамдардың түнде оңай терілеуі, денедегі кезек сөл әлсірейді дағы, өзек қуаты тежей алмайды. Түнде кезек қуаты денеге кіреді дағы, кезек сөлін будандырса, тер оңай шығатын болады. Кезек әлсіздіктен ішкі ыстық пайда болғанда түнде тер шығады. Яғни мұнда алақан, табан терлейді, төс терлейді, жұтқыншағы құрғайды, аузы құрғайды, көзі құрғайды деген секілді денесін қызу басады. Демек, бұны қазақ шипагерлігінде ұры тер шығу деп атаған. Демек, бұл ішкі әлсіздіктен болатын бір түрдегі терілеу құбылысы. Бұл енді терілеуді, ішкі әлсіздікті келтіріп шығарудың себептері алуан түрлі. Мәселен, ұзақ уақыт түн асу, мынау жыныстық тұрмыстың жиі болуы, кейбір қоректік мәселесі қатарлы көптеген себептер осы мәселелерді тудыруы мүмкін. Күнделікті тұрмыста бұны лайықты кейбір осы терді теңшейтін, дене қуатты арттыратын азық-түліктерді теңшеу жолымен бұл терілеу мәселесін жақсартуға болады. Бесінші мәселе бауырдың ыстығының асуы және түнде терілеу мәселесі. Қазақ шипагерлік тұрғысынан алып айтқанда, көңіл күй факторы мен азық-түлік факторы қатарлар бауырдың ыстығын келтіріп шығарады деп қаралады. Демек, бауыр ыстығы өрлеген кезде зиянды ыстықтың іште іркіліп қалу жоғарылайды да, осының әсерінен дене сұйықтығы сыртқа шығып, түнде ұры тер шығатын жағдай болады. Мұндай жағдайларда түнде терілегенде беті қызару, аузы ашты болу, жұтқыншағы ауру, мазасыздану сияқты бірқатар мәселелер қосымжарлауы мүмкін. Ұзақ уақыт бойы көңіл күй ширығатын болса, мазасыздық болады. Мұнда да ағзаның қалыпты реттелу әсері етуі мүмкін. Сондықтан көңіл күйді реттеу, көтеріңкі ұстау, үміткер болу, көзқарасын қалыптастыру, сабырлықты сақтау арқылы
бұл мәселелерді реттеуге болады. 6-шы мәселе көк бауырдың әлсіздігі де түнде терілеуді келтіріп шығарады. Тамақтың ретсіз болуы сияқты қатарлы мәселелер көк бауырдың әлсіздігін қалыптастыруы мүмкін. Сондықтан көк бауырдың тасымалдау функциясы қалыпсыз болған жағдайда денедегі су сұйықтығының қалыпты айналымына ықпал жасайды дағы түнде тер көп шығатын жағдай келіп шығады. 7-ші мәселе бүйректің әлсіздігі. Түнде терілеу, ұры тері шығу бүйрек әлсіздігімен қатысты болуы мүмкін. Науқас ұзақ уақыт созылмалы ауруға шалдыққан жағдайда немесе кейбір жыныстық байланыс шексіз болған көп болған жағдайда да бүйректің кезек сөлін зақымдайды дағы бүйрек әлсіздігін тудырады. Мұндай жағдайда да науқаста арықтау, бел тізесі ашып ауыру, сондай-ақ ыстықтау, тер басым болу сияқты белгілер жарыққа шығуы мүмкін. 8-ші мәселе қан мен қуаттың жетіспеуі. Ұзақ уақыт шаршау немесе созылмалы қан кетіп, қанның сарып болуы. Мәселен, әйелдердегі етеккірдің көп болуы, дене қуаттың әлсіздігі, дене сыртындағы кейбір сұйықтықтардың қалыпты айналымына ықпал жасайды. Түнде дене сыртындағы қорғаныс қуаты жеткіліксіз болмаған жағдайда дене сұйықтығы сыртқа ағып шығып, терілеу тудыруы мүмкін. Сондықтан мұнда тұрмыстағы кейбір ішіп-жем құрылымдарын реттеу арқылы қан мен қуаттың қуаттылықтап лайықты теңшеу арқылы жөнге салуға болады. Мұнда әр күні жарым сағат лайықты жеңіл әрекет жасау қан айналымын жақсартуға септігін тигізуі мүмкін. 9-шысы өсімдік нерв қызметінің бұзылуы. Ұзақ уақыт бойы көңіл күйдің ширығуы, қысымның тым зор болуы, симпатикалық нерв, яғни өсімдік нервтің қалыпты реттелуіне ықпал жасайды дағы. Түнде қалыпсыз тер, яғни тер безінің секрециясы бұзылады дағы. Осыдан барып тер шығатын жағдай болады. Сондықтан күнделікті тұрмыста көңіл күйді жадыратуға көңіл бөлу, ұйықтар алдында 1 сағат бұрын кейбір электрондық ойыншықтарды, телефон қарауды тоқтату керек. 10-шы мәселе рухани қарбаластық және көңіл күй мәселесі. Ұзақ уақыт рухани қысым басым болса, мазасыздану немесе көңіл күй толқу жайттері болатын болса да, мұнда симпатикалық нерв, яғни өсімдік нервтері үздіксіз қозу күйінде тұрады да тер басады. Мұндай терлеген кездерде жүрек қысылу, ұйқысыз түс көру, оңай шошып ояну сияқты кейбір мәселелер қосанжарлауы мүмкін. Сондықтан көңіл күй ішкі секреция организмдердің физиологиялық реттеуіне ықпал жасайтын маңызды фактор. Көңіл күйді орнықтыру, тыныштандыру қызметтері төтенше маңызды. 11-шісі қалқанша без қызметінің қалыпсыздығы немесе қалқанша без қызметінің күшеюі, ауыру ішкі секреция қызметінің қалыпсыздығын тудырады да түнде терілеуді келтіріп шығарады. Сондықтан түнде терілейтін адамдар ең жақсысы қалқанша без қызметін тексеріп тұрғаны дұрыс. Сонымен бірге қант несеп ауруына шалдыққандарда да осындай қалыпсыз терілеу құбылыстары туылуы мүмкін. Оның ішінде жаңа қалқанша без қызметінің үдеуі организмнің зат алмасу мөлшерін жоғарылатады дағы, үнемі кезігетін ыстықтан қорқу, көп терілеу, жүрек қобалжу қатарлы дірілдеу және дене салмағының төмендеу қатарлыларды қосанжарлатуы мүмкін. Әдетте түнде тыныш күйде жатқан кезде тер көп шығады деген сөз. Сондықтан бұны диагноз қойып анықтатқан дұрыс болады. 12-шісі туберкулез ауру қатарлы ауру факторларда кейбір түнде терілеу мәселелерін тудыруы мүмкін. Туберкулез дегеніміз туберкулез бұтақты таяқша бактериясының инфекциялауынан пайда болатын созылмалы жұқпалы ауру. Үнемі кезігетін бейнелері мұнда негізінен түстен кейін төмен қызу, түнде ұры тер шығу, жөтелу, қан түкіру, арықтау сияқты дәрменсіздену белгілері жарыққа шығуы мүмкін. Сондай-ақ туберкулез ауруында түнде тер шығу біршама көрнекті болады. Киім-кешек, көрпе-жастығы терге шомылады, суға малынғандай болады. Осындай тер шығу үздіксіз шықса, қызу, үздіксіз жөтелу сияқты кейбір дәрменсіздену сияқты белгілер пайда болатын болса, ең жақсы доғдырға барып тексеріліп дауаланған дұрыс. 13-ші мәселе тұқым қуалау және жеке адамның дене қуат факторынан да адам терілейді. Бір бөлім адамдарда осындай тума ерекшелік және әуелет тұқым қуалау сипатты себептер логотиптік нерв функциясын реттеу қабілетін салыстырмалы түрде әлсіз болу салдарынан да түнде терілеуі мүмкін. Мұндай терілеуі бар адамдарда әдетте қалыпсыздық болатын болса, ең жақсы доғдырға көріну, тамақты теңгеру секілді әдістер қолданған дұрыс. 14-ші мәселе күнделікті тұрмыста теңшеу жүргізу. Яғни түнде тер шықса, алдымен тер шығудың нақтылы жағдайын бақылауға көңіл бөліп, әрі өзінің ұйқы ортасына, тұрмыс әдетіне және кейбір қосанжар аурулардың бар жоқтығына қадағалап тұжырым жасау керек. Ұйықтағанда жатын бөлмесінің температурасы, ылғалдығы, үйлесімді ме жоқ, көрпе-жастығының қалыңдығы қалай, тым қалың ба емес пе деген секілді, ауаның өтуі қандай, ауа өтетін киімдер киіп жүрміз бе жоқ па, ұйықтар алдында мынау күшті әрекет жасаудан, ащы шай ішуден, мәселен түн ортасында жататын кезде шай ішу дейтін бір әдетіміз бар. Сондай-ақ кейбір ашты тітіркендіргіш, бұрыш қосылған тамақтар, жем-жеміл қосылған азық-түліктер жеуден сақтану керек. Сонымен бірге кең жайлы ауа өткізгіштігі тамаша ұйқы киімдерін кию терді сіміруге өте пайдасы тиеді. Сонымен бірге жеткілікті ұйқыға кепілдік етіп, қызмет пен демалыстың заңдылығына бойсыну, дене шынықтыру қимылын лайықты қатынасу, сондай-ақ мүмкіндіктің барынша көңіл күйді, үміткер, тыныш көңіл күйді сақтау керек. Қысқасы қорытып айтқанда, тер шығу денеден ауру пайда болғандығынан дерек бермейді. Қайта осы орта температурасының тым жоғары болу факторымен қатысты болуы мүмкін. Ал енді қайта терілеу, қуат әлсіреу, ішкі әлсіреу секілді жайттер болса, бұл бауыр ыстығы, көп бауырдың әлсіреу, ішкі секреция қызметінің қалыпсыздығы секілді факторлармен ұштастыра отырып жан-жақты тұжырым жасап, диагноз қойдыру арқылы себебін айқындап, осыған қатысты амал шараларды қолдану арқылы кейбір дәрменсіздену, жүрек қобалжу сияқты қалыпсыз бейнелердің жарыққа шығуынан сақтанған дұрыс. Сабағымыз осы дейін, сау саламатта болыңыздар.